Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер мәселе есептерді жалғастырып, концентрация және пайыздық құрамға арналған есептерді қарастырамыз. Барлық мәселе есептер секілді есептің шартын толық түсіну қажет және неғұрлым қарапайым түрге келтіру қажет. Массалық концентрация деп белгілі бір компоненттердің массасы қандай бөлігін құрайтынын көрсететін өлшемді айтамыз. Қорытпаның ерітіндінің массасы m болса және ол массалары ma, mv және mc болатындай A, V, S заттарынан тұрса, онда MA бөлінген M, MV бөлінген M және MC бөлінген M болып өлшемдерін A, V, S заттарының концентрациясы болады. Олардың пайыздарын тапсақ, заттардың пайыздық құрамы деп аталады. Сонымен қатар осы үшеуінің қосындысы бірге тең болу керек. Ал енді мысалдар келтірейік. 3 килограммдық қорытпа темір мен никельден тұрады. Никельдің салмағы темір салмағын 20%-ын құрайды. Қорытпада неше килограмм бар? Яғни темір салмағын m деп алайық. Онда никель салмағы m көбейтілген 20 бөлінген 100, яғни 20%. Ол 0,12 m-ге тең. Яғни қорытпада 3 килограмм болғандықтан, онда m қосылған 0,12 m тең 3-ке. Осы жерден m-ді тауымыз, ол 2,15-ке тең. Яғни қорытпада 2,15 килограмм темір бар екен. Келесі есеп. Күміс пен мыс қорытпасының салмағы 2 килограмм. Күмістің салмағы мыс салмағын 14,7%-ын құраса, қорытпаның құрамында қанша күміс бар? Мыстың салмағы m болсын. Онда күмістің салмағы m көбейтілген 14,7%-ні біз аралас бөлшектен бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 100 бөлінген 7, осыны 100-ге бөлеміз. Яғни 7/1 m. Қоспа 2 килограмм болғандықтан, яғни m қосылған 7/1 m тең 2. Осы жерден m-міз 1,75-ке тең. Егер қоспада мыс 1,75 килограмм болса, онда күміс 0,125 килограмм болады. Яғни күмістің массасын табу үшін мыс массасынан барлық қоспадағы массаны азайтамыз. Есептер жалғастырайық. 40% қышқыл ерітіндісі мен 10% қышқыл ерітіндісін араластырғанда 800 грамм 21,25% қышқыл ерітіндісін алу үшін екі ерітіндіден қандай мөлшерде алынған? Екі ерітіндінің салмақтарын X және Y деп алайық. Ерітіндідегі таза қышқылдың салмағы X 40%, X көбейтілген 40 бөлінген 100 қосылған және 10%, Y көбейтілген 10 бөлінген 100 тең 800 көбейтілген 21,25%, яғни оны 100-ге бөлеміз. Ал ерітіндіден қалған салмағы ол X көбейтілген 60%, қосылған Y 90 және 21,25-ті 100-ден алғанда 78,75 шығады. Шыққан теңдеулерді жүйе құрып есептің шешімін табамыз. X-міз 300-ге және Y-міз 500-ге тең екен. Келесі есеп. 30% және 10% тұз қышқылдарын ерітіндісін араластырып, 600 грамм 15% ерітінді алынған. Жаңа ерітінді екі ерітіндіден қандай мөлшерде алынған? Яғни екі ерітіндінің салмағы X және Y болсын. Ерітіндідегі таза қышқылдың салмағы ол X 30% қосылған Y
x-тің 40% қалды. Демек, 7-тен 1 x қосылған 640 қосылған 40% x. Осы жерден x-ті табамыз, ол 200 граммға тең екен. Яғни қорытпаның алғашқы салмағын табамыз енді. 200 қосылған 640 тең 1040 грамм. Осыдан сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.